Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын қуырдақтың дайындалу жолымен бөлісемін. Қалауларыңыз бойынша еттен бөлек бауыр, өкпе, жүрек қоссаңыздар болады. Негізінен қуырдақты жаңа сойылған малдың етінен жасайды. Мен жылқы етінен дайындаймын. Тамаққа ерекше дәм беретін құйрық май болғандықтан осылай майдалап, құйрық майды турап аламыз. Келесі кезекте етті тураймыз. Етті өте майда етіп турауға да болмайды, себебі пісірген кезде көлемін жоғалтады. Сол себепті ірілеу етіп турап шығамыз. Басқа мүшелерінде барлығын осылай бірдей көлемді етіп турап шығамыз. Барлығын осылай турап алғаннан кейін қуырдағымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен қызып тұрған қазанға сұйық майды құйып, оның үстіне құйрық майды салып, жақсылап араластырып, майын шығарып алып, өзін қуырып аламыз. Құйрық май қызарып қуырғаннан кейін оның үстіне етті, бауыр, бүйрек барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Және бетін жауып 20 минутқа баяу отта қалдырамыз. Еті жақсылап қуырылғаннан соң оның үстіне тұзды және бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, еттің өзінің суы шыққан, сол суына тағы да 30 минутқа қалдырып бұқтырамыз. Оған дейін бір үлкен пиязды алып турап аламыз. Және картопты да барлығын бір келкі етіп турап шығамыз. Жарты сағат өткеннен кейін етіміз жақсылап қуырылғаннан соң үстіне пиязды салып, екеуін араластырып, пиязды қызартып қуырып аламыз. Тағы да бетін жауып қалдырамыз. Ет жұмсарып пісуге жақындаған кезде картопты салып, барлығын араластырып аламыз. Газдың астын 5 минутқа қатты қойып, картопты жақсылап қуырып аламыз және бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Пісуге жақындаған кезде бауырды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз және 20 минутқа бетін жауып, баяу отта қалдырамыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, менің жасаған қуырдағым 2 сағаттың көлемінде осындай жұмсақ болып, дайын болып шықты. Әдемі ыдысқа салып, ыстықтай дастарханға қойып ұсынсаңыздар болады. Міне осылай бетіне пиязды салып, өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Мен ұсынған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.